Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін өте дәмді, өте ерекше бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Ол үшін алдымен жылы үстімізге қантымызды, ашытқымызды, тұзымызды, қаймағымызды, сұйық майымыздың барлығын қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Керек заттың барлығын астына қалдырдым. Жақсылап араластырып, бетін жауып 15-20 минутқа қалдырамыз. 20 минуттан кейін осылай өте әдемі болып ашытқымыз көтеріледі. Одан кейін қамырымызды аз-аздан салып отырып, бірінші қасықпен, одан кейін қолымызбен жақсылап жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды 1-1,5 сағатқа қалдырдым. Өте әдемі болып көтерілді. Қолымызды майлап, өз қалауларыңыз бойынша қамырымызды жұқа етіп жаямыз. Бетін жауып 15 минутқа қалдырдым. Майымызды жақсылап қыздырып алғаннан кейін бауырсақтарымызды осылай салып, екі жағын әдемілеп пісіріп аламыз. Өте дәмді, өте ерекше бауырсағымыз дайын болды. Іші ауаға толып, өте жұмсақ бауырсақтарымыз дайын болды. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, қолдау білдіріп кетіңіздер. Мені жоғалтып алмау үшін каналыма жазылып алуды ұмытпаңыздар.